Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен әдеттегіше қазақстандық жаңа арна Делакс. Бүгінгі кезекті видеомызда камераға түсіп қалған паранормальды құбылыстарды ұсынатын боламыз. Ал ендеше уақыт созбай бастайық. Видео авторы Сяо Лонг және досы Сяо Шин екеуі Қытайдың солтүстігінде орналасқан тастанды кинотеатрды зерттемек болды. Кинотеатрдың ішіндегі техникалар шамамен 1980 жылғы екенін көріп, ғимараттың тастанды екеніне көп уақыт болғанын түсінді. Осындай үлкен театр неге тастанды болғанын және қымбат техникаларды неге өздерімен бірге алып кетпегенін түсінбеді. Немесе неге басқалар келіп тонап кетпеген деп таңғалуда. Жігіттер бір-бірінің көңілдерін көтеру үшін әзіл айтып ойнап жүрді. 那个鱼你鱼吗？车是我是吧 Are you woman? Are you ready? We are here. Бір мезетте жігіттер әзілдеп, ағылшынша сөйлеп, бір қыздың рухын шақырды. Олар осы әзілдерінен кейін сахнаға көтеріле бастағанда, түсініксіз жайттар өздігімен орын ала бастады. 封闭似的，怪不得他妈这老他妈那啥了。哎，我这是啥呀？我操你妈，是影吗？滚你妈逼！别吵！我操，没了！哎，我操！我操你妈！我操你！啊！人儿！我操你！啊！三儿！我操你妈！ Екі адамның сұлбасы театрдың экранынан пайда болды. Артын тексеруге барғанда ол жерде ешкім жоқ. Бірақ көлеңкелер сонда да пайда болуын жалғастыруда. Ары қарай одан да қорқынышты оқиғалар басталған еді. 是我们俩，后边反光，那反光，那不可能是咱俩。啊！我操！啊！我操！啊！我操！啊！我老学你们！我操你妈！我操你妈！怎么样？谁？我操！我去！操你妈！谁？啊！我操！我操你妈！ 我操你妈！不行了！我操你妈！龙哥，你怎么去了？怎么？过来！我还没睡呢。过来！我操！ Кинотеатрдағы барлық алдыңғы қатардағы орындықтар өздігімен қозғалып, екі жігіт қорыққандарынан айғайлап қаша жөнелді. Бірақ та олар қанша қашса да алдында кездескен есіктердің бәрі жабылып қалып жатырды. Құдды бір жігіттерді ғимараттан шығарғысы келмейтіндей. Сұрғылт бейне театрдың кішкентай терезесінен бақылап тұрғандай көрінді. Олар жоғары көтеріліп барғанда бейне жоқ болып кетті. Қайта бірінші қабатқа түсіп, елесті шақыру мақсатында қорқақ деп айқайлап мазақтап шақыруда. Шелек өзімен өзі қозғалып бастағанда жігіттер теуіп шу шығарды.
我操你妈！哎，兄弟们看这上面！啊！我操！Ғимараттың басқа бөліктерінде электр қуаты жоқ болса да, басты залда жарық өзімен өзі жанды. Сол кезде өздеріне қарап отырған 6 сұлбаны байқады. Жарық өзімен өзі сөніп қалған бетте, олар одан сайын қорқа бастады. Қалай ойлайсыздар? Сонда бұл жердің өз иесі бар ма? Келесі видеода Кит Пиорис есімді ер адам өзінің үйінде түсініксіз жағдайлар орын ала бастағанын байқаған. Сіз бұрын соңды көрмеген нәрсені видеоға түсіріп алды. Киттің айтуынша жаңа үйіне көшіп келгелі түсініксіз нәрселер орын ала бастаған. Үйдің алдыңғы иесі жергілікті табыт жасаушы болған. Okay, there he is, in the window again. Went under the bed. Киттің реакциясына қарағанда, бұндай жағдайларға еті үйреніп қалған секілді. Қара сұлба кенеттен пайда болып, кроваттың астына кіріп кетті. Ер адам өзінің әлеуметтік желісінде осы үйде тұрғалы қаншама жағдайлар болғанын айтуда. Guys, say something or do something. Oh my God! No! Oh. Тағы да қара сұлба пайда болды. Киттің айтуынша ол үйде енді тұрғысы келмейді. Және үйді сатылымға қойған. Рия есімді ел өзінің күйеуі мен 2 мысығын алып жаңа үйге көшкен. Рия кешкілік үйде мысықтармен бірге демалып телевизор көріп отырады. Бір кезде телевизордың жанында тұрған құмыра өзімен өзі құлап түседі. Қорыққан қыз орнынан атып тұрды. What the f has happened? Hello? Тағы бір қорқыныш тудыратын нәрсе камера өзімен өзі құлай бастаған еді. Кейіннен түнде өз бөлмесінде күйеуімен бірге ұйықтап жатырған сәтте біртүрлі оқиғалар орын алды. Корзина өзімен өзі қозғалып, заттар құлай түсті. Күйеуі сонда да сенің кіремей, бұл жай ғана сәйкестік, ешқандай паранормальды оқиғалар жоқ деп әйелін жұбатты. Кейіннен жертөледен түсініксіз дауыстар шыға бастады. Дауыстың қайдан шыққанын тексеру мақсатында екеуі жертөлеге түсті. Look, it's a basement. Yeah. What the f is that? It's a broken frame. Yeah, that happens. Jeez! What the f? Okay, we need to go. 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 Oh, where? Go upstairs. Go upstairs. Gee, go. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Let's go. Go. Go upstairs. Қанша жерден паранормальды оқиғаларға сенбейін десе де, мына жағдайлар оларды сенуге мәжбүрледі.
Розали есімді қыз жаңадан бала күтуші болып жұмысқа тұрды. Баланы ұйықтатып болғаннан кейін үйде түсініксіз жағдайлар орын алып бастады. Барлығы осы бір теріс қарап тұрған қуыршақтардан басталды. Құдды бір жастырынбақ ойнайтындай теріс қарап тұрған секілді. Бірақ қорқыныштысы олар екеу болды. Және белдерінде қоңырауша ілінген. I'm babysitting and I just found the creepiest thing. Look at this. What is that? Oh my god. No, but what is it? It's so creepy. It's freaking me out. Is this real hair? Oh my god. And look. Ugh. Guys, I just came in to make dinner and look what I found. Another one. Oh my gosh. It's a boy this time. Oh my god. Why would you look at that? Why would anyone have this in their house? Honestly, it's the creepiest thing I've ever seen. Oh my god, it has another bell. Oh my god. Келесі кадрларда қыз олармен жасырынбақ ойнайтындай кейіп танытып теріс қарап тұрды. Енді айнаға қараңыз. Guys, guess who I am? The light started going insane. Let me show you. Okay, wait for it because it was literally just happening a second ago. Max? Better not be out of bed. Okay, I think I'm just gonna get him and go because it's really freaking me out. Max, can you come down, please? Max! 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 Қуыршақтар Розалимен жасырынбақ ойнағысы келетіндей көрінді. Жарық сөнген сайын үй ішінде кенеттен қозғала бастады. Олардың қозғалысын беліндегі қоңыраушалардан байқасақ болады. Бірақ өкінішке орай, ары қарай не болғаны белгісіз. Оливер есімді автордың айтуынша, видеоны түсіру себебі достарына қай жерде дайындалып ұйықтайтындарын көрсетуде. Ары қарай көрсеткен нәрсе көптің өмірінде кездесетін дүние секілді. What the hell? Оливер бөлмеге бұрыла бергенде бөлменің ортасында шляпа киген ер адамды көреді. Қорыққаннан артқа бірден шегінді. Қайтадан барып жарықты жағып қараған бетте ол жерде ешкім жоқ болды. Видеоны жайлатып қарайтын болсақ, шляпа киген қара сұлбаны анық көрсек болады. Қалай ойлайсыздар, бұл видео өтірік пе әлде шынымен қара сұлба көрінді ме? Ал достар, видеомыз соңына да жетті. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарияға видео туралы өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар. Және арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Ал келесі кездескенше аман сау болыңыздар.